Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің есімім Махниет. Бүгін сіздермен осындай сметаник пирог пісіретін боламыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды ұнымызға салып аламыз. Одан соң шекерімізді және қопсытқышымызды саламыз. Барлығын жақсылап, үгітілгенше жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осындай болу керек. Қолға жабыспайтындай. Енді жұмыртқамызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мінекей дайын болды. Біздің песочный тестамыз. Енді начинкасын жасайтын боламыз. Қаймағымызға шекерімізді салып, және сахарный пудрамызды саламыз. Мендегі сахарный пудра осындай ванилиннің дәмімен өте дәмді болады. Енді жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе шанышқымен араластырған дұрысырақ. Мендегі қаймақ 700 грамм. Маған 2 жұмыртқа, негізі аздық етті. Сіздер 4 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Сіздердің қаймақтарыңыз 500 граммнан аз болатын болса, 2 немесе 3 жұмыртқа жеткілікті. Ал егер де 700 грамм болатын болса, 4 жұмыртқа қосқандарыңыз дұрысырақ. Жұмыртқаны қаймағыңыздың граммына сай қосатын болсаңыз, начинкаңыз сары және де ағып кетпей пісетін болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен немесе шанышқымен. Мінекей дайын болды начинкамыз. Және де миксермен араластыруға болмайды. Енді жаңағы дайын болған песочный тестамызды формамызға жайып аламыз. Сіздер оқтаумен жайсаңыздар да болады. Оны сеуіп, маған қолмен ыңғайлырақ. Мінекей тестамызды осылай қолымызбен жайып аламыз. Енді бортиктарын шанышқының көмегімен осылай жасап алсаңыздар болады. Енді дайын болған начинкамызды жақсылап араластырып формамызға құйып аламыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста пісіріп аламыз. Пирогымыз толықтай суыған соң ғана формамыздан осылай ажыратып аламыз. Әйтпесе, ішіндегі начинкаларымыз ағып кететін болады. Мінекей пирогымыз осылай әдемі сары болып шықты. Және де начинкасы да ағып кеткен жоқ. Егер де осы рецепт сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді дәмін көрейік. Өте дәмді жұмсақ болып шыққан.